Сәлеметсіз бе, құрметті оқушым? Біздің бүгінгі тақырыбымыз санның бөлігін табу. Санның бөлігін табу үшін берілген санды сол бөлшекке көбейтеміз. Мысалы, 12-нің 3-тен 1 бөлігін тап. 12-ні 3-тен 1-ге көбейтеміз. Яғни 12 алымымен көбейтілді. 12-ні 3-ке бөлетін болсақ 4. Демек, 12-нің 3-тен 1 бөлігі 4-ке тең екен. 24-тің 8-ден 1 бөлігі. Яғни 24-ті теңдей етіп 8-ге бөлетін болсақ, бізде 1 бөлік 3-ке тең деген сөз. Демек 8-ден 1 бөлігі 3-ке тең. 8-ден 2 бөлігі 6-ға тең. 8-ден 3 бөлігі 9-ға тең. 8-ден 4 бөлігі 12-ге тең. 8-ден 5 бөлігі демек 15-ке тең деген сөз. 64-тің 8-ден 5 бөлігін табу үшін 64-ті 8-ден 5-ке көбейтсек жеткілікті. 64 пен 8 қысқарады 8, 8-ді 5-ке көбейтеміз 40. 70-тің 10-нан 4 бөлігін табамыз. 70-ті көбейтеміз 10-нан 4-ке. Демек, 70 пен 10 қысқарады 7, 7 төртім 28-ге тең екен. Жаңа жылдық сыйлыққа алдымен 18 килограмм мандарин, кейін осы мөлшердің тағы да 3-тен 2 бөлігін сатып алды. Жаңа жылдық сыйлыққа барлығы неше килограмм мандарин сатып алынды? Алдымен 18 килограмм және дәл осы мөлшердің дейді, я? Яғни 18 килограммның 3-тен 2 бөлігін сатып алды. 18-ді 3-тен 2-ге көбейтеміз 6, 6, 2, 12. Демек, мұна кіші жәшікте 12 килограмм мандарин бар екен. Барлығын қосатын болсақ, жаңа жылдық мерекеге 30 килограмм мандарин сатылып алынды деген сөз. Ал бөлігі бойынша санды табу үшін керісінше санды осы бөлшекке бөлеміз. Яғни қандайда бір санның 3-тен 1 бөлігі 12 болатын санды тап дейді, я? Яғни бұл жердегі белгісіз санды табу үшін біз 12-ні 3-тен 1-ге көбейтеміз. Демек, көбейту амалы бөлу амалына ауысып түседі. 12-ні 3-ге көбейтеміз деген сөз. Себебі 3-тен 1-ге керіс саны ол бізде 3, демек 36. Енді 36-ның 3-тен 1 бөлігін тауып көрсек, бұл шын мәнінде 12-ке тең екені 36 мен 3 қысқарады да, бізде жауабы 12 болады. 3-тен 2 бөлігі 14 болатын санды тап дейді. Яғни қандайда бір санның 3-тен 2 бөлігін тапқан кезде ол 14-ке тең болған екен. Демек, осы жерде біз x-ті табу үшін 14-ті бөлеміз 3-тен 2-ге, яғни 14-ті көбейтеміз деген сөз 2-ден 3-ке қысқарады 7, 7 3-ім 21. Яғни біздің берілген санымыз ол 21-ге тең екен. 8-ден 2 бөлігі 16 болатын санды тап. Енді бұлай түсінейікші, 8-ге бөліп қойғанда, міне 8-ге бөлініп тұр ғой мына дөңгелек. Соның 2 бөлігі 16, яғни мұна 2 бөлігі 16 болса, әрқайсысы 8-ден деген сөз. Өйткені 8, 2, 16 ғой. Демек, мыналардың әрбір бөлігі де 8-ден деген сөз. Сонда, жалпы барлығы мына жерде 6-ға ғана бөлініп қалған екен, я? Сондықтан мына суретке мән бермей қояйық. Қазір мен тағы да 2-ге бөлейін. Себебі бұл 8-ге емес, 6-ға бөлініп тұр екен, я? Мінекей, енді 8-ге бөлінді. Яғни әрбір бөлігі 8-ден болса, 8, 8-ім 64, демек 8-ден 2 бөлігі 16 болатын сан, ол бізде 64 деген сөз. Тексеріп көрсек, 64-тің 8-ден 2 бөлігін табатын болсақ, мінекей 16 шығып тұр. 64 пен 8 қысқарады 8, 8-ді 2-ге көбейтемін, міне 16 шықты. Кесекте 28,4 метр мата бар. Оның
4-тен 3 бөлігін қиып алды, кесектің неше метрін қиып алды дейді. Демек 28,4-ті біз көбейте саламыз 4-тен 3-ке. Қысқарады. 28,4-ті 4-ке бөлетін болсақ 7,1. 7,1-ді көбейтеміз 3-ке. 7 үшім 21,3 метрін қиып алды деген сөз. 2-ден 1-дің 4-тен 1 бөлігін табыңыз дейді. Онда біз 2-ден 1-ді көбейте саламыз 4-тен 1-ге. Тең болады 8-ден 1. Бақша ауданы 1000 метр квадрат. 5-тен 2 бөлігі көкөніс өсіруге, қалғанының 3-тен 2 бөлігі гүлзарға бөлінді. Гүлзардың ауданы қанша дейді, е? Бірінші жолын көрсетейін, ретімен 1000-ның 5-тен 3 бөлігін тауып алу. Яғни көкөніс өсіруге қанша жер бөлінгенін, е? 1000-ды 500-ге бөлетін болсақ 300, 300-ді 3-ке көбейтетін болсақ 900. Яғни бұл көкөніс өсіруге арналған жер. Енді қалғанын табу үшін 1000-нан азайтамын 900-ді. Яғни бізде қалған жер сонда 600 деген сөз. Осы 600-дің, яғни қалғаны 600 ғой, соның 3-тен 2 бөлігі гүлзарға бөлінді. 600-ді 3-ке бөлетін болсақ 200, 200-ді 2-ке көбейтетін болсақ 400. Яғни гүлзардың ауданы бізде балалар 400 болып тұр. Ал енді екінші жолы біз жалпы 5-тен 3 бөлігі көкөніс өсіруге арналғандығын біліп тұрмыз. Ал жалпы жер бізде 5-тен 5, себебі бұл 1 бөлік деген сөз. Соның 5-тен 3-ші көкөніске кетсе, онда бөлік бойынша қалғаны 5-тен 2 деген сөз. Осы 5-тен 2, қалған осы 5-тен 2 бөліктің 3-тен 2-сі. 3-тен 2-сі гүлзарға бөлінді, демек 15-тен 4 деген сөз. Енді біз 1000-ның 15-тен 4 бөлігін таба саламыз. Шығады бізде 100, мінекей 400. Мектептің спорт алаңының ауданы 1200 метр квадрат, оның 4-тен 3 бөлігі футбол алаңына бөлінді. Қалған жердің жартысы баскетбол алаңына бөлінді дейді. Баскетбол алаңының ауданын табыңыз. Жалпы 4-тен 4 екендігін білеміз, себебі бұл толық бір бөлігі. Соның 4-тен 3-і футболға бөлінсе, 4-тен 3-ті алып тастаймыз. Қалады 4-тен 1. Яғни бұл қалған жер. Бұл қалған жер. Яғни бөлік бойынша қалған жер 4-тен 1 бөлігі. Соның жартысы дейді. Жартысы болса ол 2-ден 1 бөлігі деген сөз, я? Тең жартысы 2-ке бөлгендегі 1 бөлігі. Сонда ол бізде 8-ден 1 бөлік бұл баскетбол алаңына берілген екен. Онда біз 1200-дің 8-ден 1 бөлігін таба саламыз. 1200-ді 8-ге бөлетін болсақ, ішінде 1-ден бар, 4, 5, 150 метр квадрат, ол бізде баскетбол алаңына берілген жер екен. Жер учаскесінің ауданы 1800 метр квадрат, оның 5-тен 2 бөлігі. Яғни біз осы жерден көріп тұрмыз, 5-тен 2 бөлік дегенді. Демек біз бірден білеміз,
жалпы барлығы 5-тен 5 бар екендігін, иә. Соның 5-тен 2 бөлігіне жеміс ағашы отырғызылса, қалған аумақтың қандай бөлік екендігін тауып алайық, ол 5-тен 3. 5-тен 3 бұл бізде қалған аумақ, яғни қалғаны. Мәселе барлық есепте осы болып тұр, иә. Қалғанын тауып алу. Осы қалған 5-тен 3 бөліктің 3-тен 1 бөлігі, яғни 3-тен 1 бөлігі. 3-тер қысқарады, 5-тен 1, яғни бөлік бойынша Гүлзарға берілген аудан екен. Енді біз 1800-дің 5-тен 1 бөлігін таба саламыз. 18-дің ішінде 3 бар, 5 3 15, 360 метр квадрат екен. Яғни 1800 бен 5-ті қысқарттық, иә. Саябақтың ауданы 2400 метр квадрат, оның 3-тен 2 бөлігі балалар алаңына бөлінді. Демек, жалпы үлкен саябақтың ауданы 3-тен 3 деген сөз, 3-тен 2-сі балалардың демалатын жеріне бөлініп тұрса, қалғаны 3-тен 1. Енді қалған аумақтың 4-тен 1 дейді. Осы 3-тен 1 бөліктің 4-тен 1. 4-ке бөлгендегі 1 кусогы, яғни ол 12-ден 1 болады. Бұл демалыс орнының бөлікпен берілгендегісі, ол 12-ден 1, иә. Енді біз 2400-дің 12-ден 1 бөлігін тапсақ жеткілікті. Қысқарады, шығады 200 метр квадрат. Бірінші жылы колхоздан тасжолға дейінгі жолдың 27-ден 8 бөлігі салынды. Екінші жылы жолдың 9-дан 4 бөлігі салынды. Ал үшінші жылы қалған 21 километр жол салынды. Жолдың жалпы ұзындығы қандай дейді? Біз алдымен мына 2 жылда салынған бөлікті тауып алайық. Бірінші жылы 27-ден 8 қосылған, екінші жылы 9-дан 4. Ортақ бөлімі 27-нің өзі. 9-ға бөлсек 3-тен, мына жақта 1-ден. 12, 12-ке 8 қоссақ 20. Яғни, мына жерде 27-ден 20 бөлік салынды деген сөз. Онда мұнда қалған бөлік ол 27-ден 7 деген сөз. Я? Бұл 27-ден 7 деген қайдан шықты? Жалпы жолдың аумағы 27-ден 27 ғой, 1 бөлік деген сөз. Содан 27-ден 20-ны алып тастадым, 2 жылда салынған бөлікті. Сонда қалады 27-ден 7. Яғни қандай да бір жалпы түгел мына жолдың 27-ден 7 бөлігі ол 21-ге тең деген сөз. Онда мен x-ті табу үшін 21-ді бөлемін, бірақ 1-ден көбейтейін деп жаза салайын. 7-ден 21-ге бөлшектердің 27-ге орындарын ауыстырып. Қысқарады 3, 3-ті 21-ге көбейтсем 81. Яғни жолдың аумағы жалпы 81 километр деген сөз. Ауылдан мектепке дейінгі жолдың 8-ден 3 бөлігі, міне 8-ден 3 бөлігі бірінші жылы салынды. Келесі жылы жолдың 4-ден 1 бөлігі салынды. Ал үшінші жылы қалған 12 километр салынды. Онда бірінші жылы мен екінші жылы жалпы неше бөлік салынғандығын тауып алайық. 8-ден 3-ке 4-ден 1-ді қосамыз. Ортақ бөлімі 8-дің өзі. 2-ден мына жаққа 1-ден 8-ден 5. Яғни 2 жылдың ішінде 8-ден 5 салынып бітті. Жалпы жолдың өзі 8-ден 8. Содан 8-ден 5-ті алып тастаймын. Сонда 8-ден 3-і
Бұл 12 километр деген сөз мына қалған кішкентай бөлік. Яғни қандай да бір жолдың 8-ден 3 бөлігі ол 12-ге тең деген сөз. Онда x-ті табу үшін 12-ні көбейтей салайық. 3-тен 8-ге, я? Бөлшектердің орнын бірден ауыстырдым. 4, 8 4-тім 32. Яғни жауабы бізде 32 километр екен. Құймақ дайындау үшін анасы пакеттің ішінен 300 грамм ұн алды. Бұл барлық ұнның 12-ден 5 бөлігі. Мына жердегі барлық ұн белгісіз болып тұр. Осы барлық ұнның 12-ден 5 бөлігін анасы алған, яғни ол 300 грамм екен. Онда біз барлық ұнды табу үшін 300-ді бөлеміз, ретімен жазайын, 12-ден 5-ке. Яғни 300-ді көбейтеміз 5-тен 12-ге деген сөз, я? 300 бен 5 қысқарады 60. 60-ты 12-ге көбейтетін болсақ, 6 2 12 бір ойда 72 720. Яғни мына ұнның қорапшасының ішінде жалпы 720 грамм ұн бар. Ал біздегі сұрақ қанша ұн қалды дейді. 720-дан анасы құймақ дайындауға 300 граммын алып қалса, бізде қалады 420 грамм ұн. Демек қалды 420 грамм ұн. Осы есепте өте мұқият болайық. Қазір екі жолында көрсетемін. Дүкенге 160 килограмм сәбіз әкелді. Түске дейін 8-ден 1 бөлігін сатып жіберді. Түстен кейін қалғанның 7-ден 5 бөлігін сатты. Сатуға дүкенде қанша килограмм сәбіз қалды дейді. Бірінші жолмен шығарайық. Кеше шығардық, естеріңде болса, 160-ты алдымен ретімен 8-ден 1 бөлігін табайық. Бұл 20 килограмм. Яғни түске дейін сатқан килограммның саны, я, сәбіздің саны. Сәбіздің салмағы. Содан кейін, түстен кейін қалғанының дейді. Қалғанын табу үшін 160-тан түске дейін сатылған 20 килограммды алып тастаймын, 140 қой. Түстен кейін осы 140-тың 7-ден 5 бөлігін сатты. 7-ден 5 бөлігін сатты. Сонда қысқарады 100 килограммды түстен кейін сатты деген сөз. Сонда жалпы өзі дүкенге 160 килограмм сәбіз келген. Түске дейін 20-сын сатқан, түстен кейін 100-ін сатқан. 160-тан 120-ны азайтсақ 40 килограмм. Я? Енді келесі түспен көрсетейінші. Біз не нәрсені ескермей кеттік. Түске дейін 8-ден 1 бөлігін сатса, жалпы 8-ден 8 бөлік қой. Соның 8-ден 1 бөлігін сатса, қалғаны 8-ден 7. Яғни осы 8-ден 7-нің 7-ден 5 бөлігін сатқан. 7-ден 5 бөлігін сатқан. Сонда қысқаратта 8-ден 5 болады. Енді біз мына затты ескермедік. Түске дейін 8-ден 1 бөлігін сатты. Қосу, түстен кейін міне 8-ден 5 бөлігі. Қалғанының 7-ден 5 бөлігі, міне қалғанын тауып алдық мына жерде. Осы қалғанының 7-ден 5 бөлігінде таптық, яғни 8-ден 5. Сонда түске дейін 8-ден 1 бөлік, ол мына жер ғой, сонда біз мына жерді тауып жатырмыз деген сөз, қазір бөлік бойынша. Түске дейін 8-ден 1 бөлік, түстен кейін 8-ден 5 бөлік, сонда жалпы 8-ден 6 бөлігі сатылып кетті деген сөз. Міне, түске дейін, түстен кейін 8-ден 6 бөлігі сатылып кетті. Міне, 1 бөлік сатылды, 2 бөлік сатылды, 3 бөлік сатылды, 4 бөлік сатылды,
5 бөлік сатылды, 6 бөлік сатылды. Сонда қараңдаршы, 8-ден 1 бөлігі кусок бойынша, яғни бөлік бойынша сатылғанда міне түске дейін сатылды. Қалған 8-ден 5 бөлігі түстен кейін сатылды. Енді қалғаны одан 8-ден 2 бөлік. Міне қалды сатылмай әлі. Сонда 160-тың біз 8-ден 2 бөлігін табамыз. 160-тың 8-ден 2 бөлігін тапсақ, мінекей 40 шығып тұр. Жауабы дүкенде қалғаны 40 килограмм. Екі жәшікте 15 килограмм жүзім бар. Бірінші жәшікте барлығы жәшіктің 10-нан 4 бөлігі бар. Екінші жәшікте неше килограмм? Онда бұл жерде 10-нан 6 бөлігі бар деген сөз. Онда 15-тің 10-нан 6-сын таба саламыз. 15-тің 10-нан 6 бөлігін табамыз. 6 бесім 30, 3 ойда 90, 90-ды 10-ға бөлетін болсақ, 9 килограмм деген сөз. Бау-бақшаның ауданы 38 килограмм, оның 0,32-сі сәбіз, 0,2-сі орам жапырақ. Сәбіз неше гектар жерді алып жатыр дейді, 38-ді көбейте саламыз 0,32-ге. Яғни 38-ді көбейтеміз 0,32-ге, 12,16. Енді 0,2-сі орамы жапырақ екені белгілі. Онда қалғаны деп айтпаған ғой, 38-ді көбейтеміз 0,2-ге. Ол жерде қандайда бір жер әлі қалып қалуы мүмкін. 38-ді көбейтемін 0,2-ге, 7,6. Сонда 7,6-сы орам жапырақ, 12,16-сы сәбіз деген сөз. Сыныптағы 35 оқушының 7-тен 4-і қыздар, сыныпта неше ұл бар дейді. Яғни 35-тің 7-ден 3-і ұлдар деген сөз. Онда қысқарады, 7 бесім 15 ұл бар деген сөз сыныпта. Театрда 1000 орын бар, спектакльге билеттің 25-тен 21-і сатылды. Яғни барлығы 25-тен 25 деген сөз. 25-тен 25-тің 25-тен 21-і сатылып кетсе, демек 25-тен 4 бөлігі әлі сатылмады деген сөз. Онда 1000-ның таба саламыз 25-тен 4-ін. Қысқарады, 1000-ды 25-ке бөлетін болсақ 40, 40-ды 4-ке көбейтетін болсақ 160 билет әлі сатылмады деген сөз. Әлияға көлемі 32 бет болатын реферат жазу керек. Бірінші күні рефераттың 8-ден 3 бөлігін, екінші күні 4-тен 1-ін жазды. Сонда 2 күннің ішінде 8-ден 5 бөлігін жазды деген сөз. Онда әлі жазу керек, 8-ден 5-ті азайтатын болсақ, жазу керек 8-ден 3 бөлігі бар. 32-нің 8-ден 3 бөлігін таба саламыз. Онда 12 бет әлі реферат жазу керек деген сөз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.